Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сағат 15:30 болды. Ендеше бүгінгі шарамызды бастайық. Өздеріңіз білесіздер, 2020 жыл біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің қызметкерлерін оқыту аясында корпоративтік оқу жобасы қолға алынған болатын. Соның кезекті сабағын бастаймыз. Бүгін бізде өздеріңіз көріп отырғандай тақырыбымыз 25 сағат немесе тайм менеджмент. Әрине, ең бірінші тақырыпқа қараған кезде бәрі де ойланып қалады. 25 сағат деп неліктен қойды деген. Әркімде әртүрлі ассоциация болуы мүмкін. Енді ең алдымен менің даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұрса, чатқа бір белгі соқсаңыздар. Естіліп тұр, Ерболат ағай. Жақсы. Енді естіліп тұр. Ең алдымен мына Zoom платформасында болып жатқандықтан қатысу ережесін бір еске түсіріп алсақ, экранда көрініп тұрған. Ең алдымен микрофонды өшіріп, тек сөйлеген кезде қосып отырсақ, чатта белсенділіктеріңіз жоғары болған қалар едік. Және бәрімізге таныс, здесь и сейчас деген осы бір қағида бар. Дәл осы жерде деген, яғни қосып кетіп қалмасақ, мүмкіндігінше спикерлерді қолдау көрсетіп отырсақ, және ең бастысы уақыт регламентін ұстануға тырыссақ. Келісетін болсаңыздар, чатқа бір плюс белгісін қойсаңыздар, ережені бекітіп алайық. Жақсы. Енді бүгін бізде Райымқұлова Жанат Таңатарқызы маған көмекші болады. Яғни чатта келісіп жатыр ма екен, Жанат, айтып бересіз бе? Я, Ерболат ағай. Барлығы қосу белгісін қойды, бастай берейік. Ереже онда бекітілді, әрі қарай жалғастырайық. Енді өздеріңіз білесіздер, енді бұл вебинарымыздың мақсаты, жаңа өзінің атауынан көрініп тұр, қызметкерлердің уақытты басқару дағдыларын қалайда жетілдірсек дейміз. Яғни осы уақытты қалай үнемді пайдаланамыз, өз уақытымызды қалай тиімді басқарамыз. Мына осы бағытта. Және осындай бүгінгі шараға 3 міндет қойып отырмыз. Табысты болудағы тайм менеджменттің маңыздылығын анықтасақ дейміз. Тайм менеджмент құралдарын қалай қолдануға болады. Және уақытты тиімді пайдалану бойынша өздеріңізге тиімді болатын ұсыныстармен бүгін таныс болсаңыздар деп осындай міндеттер қойып отырмыз. Енді алғашқы сұрағымыз сіздерге. Өзіңіз табысты болу үшін сізге не қажет? Осы бір сұраққа бәріміз ойланып, бір чатқа қысқаша жазып кетсек. Табысты болу үшін сізге не қажет? Кәнекей? Ерболат ағай, мақсат. Чатта әріптестер жазып жатыр, мақсат. Мақсат, уақыт. Ынта. Өте жақсы. Жоспар. Жоспар болған дұрыс, өте жақсы. Белгілі бір жоспар, алға қойған мақсат және оны жету жолына жоспар, ниет, күш, тәртіп деген пікірлер бар. Өте жақсы. Керемет. Егер. Рахмет, Жанат Таңатарқызы. Бұл әрине сіздердің пікірлеріңізбен толығымен келісемін. Әркімге табысты болу үшін өзіне басты құндылық ретінде, өзіне бір алғашқы сауалдар ретінде өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірдіңіздер. Ал енді біздің тарапымыздан қандай ұсыныстар бар екен? Міне осы сұраққа бүгін жауап беріп көрсек. Жалпы табысты болу үшін не қажет? Ол өзімізді үнемі дамытып отыру қажеттілігі. Бұл бізді табысқа жетелейтін қадамдардың бірі болып саналады екен. Әрдайымда нәтижелі әрекет ету, бұл жаңа сіздердің пікірлеріңіздің ішінде бар. Мақсат болу керек, жоспар болу керек, яғни нақты мақсат және жақсы құрылымдалған жоспар болса, әрине, ол түпкі нәтижеміз дұрыс болатындығына кепіл болады. Ақпараттармен жұмыс жасау, бұл да өте қазіргі таңдағы өзекті басымдық десек болады, себебі қазір ақпараттар легінің шектен тыс көптігі кей кезде біздің өзіміздің жұмысымыздың нәтижелі болуына кері әсерін тигізетіні анық. Сондықтан өзіміздің жұмысымыздың табыстылығы болу үшін қандай ақпараттармен жұмыс жасау керек, оларды қалай сұрыптау керек, бұл да біздің басымдығымыз болу керек. Және уақытты тиімді басқара білген адам табысқа бір қадам ілгері жылжиды дейді. Сондықтан міне қызылмен белгілеп қойдық. Бүгін біз осы өзіміздің табысты болуымыз үшін уақытты қалай тиімді басқарамыз. Міне сол төңіректе сәл-пәл сөз қозғап көрсек. Енді қазір сіздерге чатқа мен мына сілтемені саламын.
бұл шамамен жаттығуы. Осы сілтемені басу арқылы өздеріңіз қазір кешірім сұраймын. Мына жаттығудың аты шамамен. Сұрақтар, жауаптарыңызды шамамен беріп көрсеңіздер. Қазір. Жанат Таңатарқызы, мен сізге жіберейін, сіз чатқа салып отырсаңыз. Жанат Таңатарқызы алдыңыз ба? Жанат Таңатарқызы. Бола тұрсынтайұлы, маған да салсаңыз болады, егер. Жақсы. Барлығымыз осы қазір чатқа салынған сілтемені ашып көрсек. Ішінде 5 сұрақ берілген, тек қана белгі соғып отырасыздар. Бауыржан Қыдырбайұлы алдыңыз ба? Салынған екен, чатта тұр. Салынды. Жақсы. Енді бәріміз соған қарап отырсақ, 5 сұраққа нақты өз жауаптарыңызды беріп көріңіздер. Жаттығудың аты шамамен. Жауаптарыңыз да шамамен берілсін. Қазір жауаптарыңызды қарап отырайық. Қазір жауаптар түспей жатыр. Әріптестер, бәріңізде сілтеме ашылды ма? Алғашқы жауап келіп жатыр міне. Өте жақсы. Жауаптар түсіп жатыр екен. Қазіргі уақытқа 5 әріптесіміз жауап берді. 6 болдық. Бір 10 болсын, сосын жаймендеп жобасын осы сұрақтың қандай жауаптар берілді, соны бір талдап көрейік. 10 тапсырма болды. Енді бірінші, сіз тапсырмаларды аяқтау үшін жұмыс уақытынан тыс қанша пайыздық көлеммен уақытыңызды бөлесіз? Мысалға, үйде дейді. Бұл жерде мынау бізде басымдық беріп тұрған қызыл түс екен, 30-дан 50%-ға дейін уақытымды бөлем дейді. Әрине, бұл әріптестердің пікірі. Және екінші сұрағымыз, сізді жоспарлаған жұмысыңызды қашықтан жүзеге асыру кезінде қанша пайыздық көлеммен уақыт алаңдатады? Мысалға, жақындарыңыз, әріптестеріңіз дейді, бұл жерде де қызыл түсті 30%-дан 50%-ға дейін деп белгі соғыпты. Қалған көк және сарғыш түстер, бұлар екеуі одан сәл төмендеу екен. Үшінші сұрағымыз, сіз электрондық почта немесе әртүрлі қосымшалар дейміз, WhatsApp, Telegram, чат арқылы күніне қанша хабарлама аласыз? Әрине, бұл қазіргі таңда біздің цифрлық дәуірде хабарлама алмайтын адам жоқ шығар. Сондықтан 50-ден жоғары деген мынау сары түстің пайызы көбірек болып тұр. Төртінші сұрақ, сіз қашықтан жұмыс істеу кезінде бір күнде отбасыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға қанша уақыт бөлесіз? Бұл жерде басымдық беріп тұрған көк екен, 10-нан 30%-ға. Әрине, кей кезде жұмыс бастылықтың көптігінен өз жақындарымызға уақытымыздың аз бөлінетіндігі міне осы жерден байқалуға болады. Және 5-ші сұрағымыз, сіз қашықтан жұмыс істеу кезінде өзіңіз дамытуға күніне қанша уақыт жұмсайсыз? Қызыл түсті 6-дан 10-ға дейін дейді. Міне тіпті біздің тәулігіне 24 сағат деп қарайтын болсақ, бұл жерде сонда 10 сағатқа дейін біз өзімізді дамытуға жұмыс жасайды екенбіз. Бұл жауаптар өте жақсы. Әрине, мен бұл жерде сіздерде ең алдымен ой шақыру болатын, және өзіңіздің күнделікті күн тәртібіндегі жұмыстарыңызға бір сыни көзбен қарасаңыздар деген болатын. 25 әріптесіміздің жауаптары түсті. Рахмет. Енді әрі қарай жұмысымызды жалғастырсақ. Енді бір мысалмен тәмсілдейміз, былайынша притча. Мүмкін таныс шығарсыздар, сонда да болса бір танысып кетсеңіздер. Бір адам орманда келе жатып дейді, біреудің ағаш кесіп жатқанын және өте тырысып жатқанын көреді. Бірақ бұл істің оңға баспай жатқаны көрініп тұрды. Адам жақындап, мұқият қарап, былай дейді: бері қарап, мені тыңдашы дейді. Сен алдымен араны егеп алсаң, жұмысың өрге басады ғой.
Сол кезде ағашты кесіп жатқан адам дөрекі түрде былай деп жауап береді. Араны егеуге менің уақытым жоқ. Мен ағашты кесуім керек. Енді бұл тәмсіл төңірегінде бір-екі әріптесіміздің пікірін білсек, негізгі басты идеясы неде деп ойлаймыз. Мына жерде кім әріптестер отыр? Жанат апай барсыз ба? Ағылшын Жанат апай. Жанат апай бар. Менің басқа әріптестер бір микрофондарыңызды қосып, кәнекей бір-екі осы негізгі идеясы неде деп ойлайсыздар? Бұл тәмсілдің. Мирапай тыңдайық. Мирапайды, жақсы. Мирапай, барсыз ба? Бармын, жаңағына қосылдым. Енді мен айтайын, мен ағылшын емес математика пәні мұғалімімін. Өте жақсы апай. Енді бұл жерде жұмысбастылық ойлануға мұршасы жоқ мына кісінің. Солай ойлап тұрмын. Өте жақсы. Қатты жұмысқа беріліп кеткен сонша, тіпті уақытты да ойламай жатыр дейсіз. Жұмысбастылық. Жақсы. Қосатын пікірлер бар ма басқа? Бірақ араны ертерек егеп алса, жұмысы тезірек бітелмеді дегенде ойға келем. Өте жақсы. Негізгі идеясы да. Бұл жерде өнімсіз жұмыс болып жатқан секілді. Заточить пилу деген бар, остановиться нужно. Адам тоқтау керек, өзінің бұрын істеген жұмысына қарау керек, шамалы осмыслить ету керек, артына алдына қарап, и что делаю я не так деп. Сосын барып нужно заточить пилу, и тогда работа пойдет быстрее. Это Стивен Кови. Өте жақсы. Керемет. Стивен Ковидің еңбегінен мысал келтірдіңіз. Әрине, кейде жұмысты тек қана тоқтаусыз түбіне аяғына жеткенше ғана істеп жатқаннан гөрі, мүмкін сәл-пәл кідірістер керек шығар. Жақсы, сіздің ойыңызбен келісем. Кідіріс жасап, менің жұмысым қаншалықты өнімді болып жатыр, пайдалы табысты болып жатыр деп аралық бір өзімізге бір рефлексия жасап тұрсақ, алдағы жұмысымызға ол ықпал етуі мүмкін шығар. Жақсы, рахмет әріптестер. Енді бұл жерде қарап отырсыздар, соңғы қызылмен жаңа тәмсілдің аяғында айтылған ағаш кесушінің жауабындағы бір уақыт тапшылығы. Оған ешқандай уақытым жоқ деген. Енді бүгін біз сөз қозғайтын терминдердің бірі осы уақыт тапшылығы. Сол төңіректе енді бір-екі әдебиеттерге сүйенсек. Жалпы латынның сөзінен дефицит деген сөз жетіспеушілік, тапшылық екенін бәріміз білеміз. Белгілі бір үдерісті аяқтауға уақыттың жетіспеушілігі. Психологияда бұл сөздің уақыт тапшылығының екі түрлі қарастырылыпты. Біріншісі, тапсырма немесе қандай да бір жұмысқа уақыттың шектеліп берілуі. Бұл психология труда дейді орыс тілінде. Ал екінші түрі, бұл тапсырмаға қажетті әрекеттерді орындауда адамның мүмкіндігінің жетіспеуі. Яғни, ол жұмысқа лайықты болмауы, қолынан келмеуі. Сондықтан осы кезде уақыт тапшылығы шынайы көрініс береді екен. Енді Питер Дракердің мына бір сөзімен осы жердегі осы бір ойды бір бекітіп кетсек, уақыт құнды және қалпына қайта келмейтін ресурс дейді. Уақытты өзіміз басқарып үйренбейінше ештеңені де басқару мүмкін емес депті. Енді сонымен бүгінгі біздің 25-ші сағат немесе тайм менеджмент дейді, тайм менеджменттің әртүрлі әдебиеттерде жазған мынандай бір анықтамаларына мән берсек. Уақыт ұйымдастыру технологиясы және оның пайдалану тиімділігін арттыруды, сонымен қатар уақыт бөлудегі бақылау, онда арнайы тиімділігі мен өнімділігін арттыру. Уақытты пайдалы қолдану жүйесі түрлі амалдардан, техника, құрал, әдістерден құралады. Кез келген жобаның көлемі мен уақытын нақтылайтын жүйе болғандықтан, тайм менеджментте оның қажеттілігі өте маңызды. Уақытты басқару нақты міндеттері жобалар мен мақсаттар, орындау үшін пайдаланатын дағдылардың жиынтығын алуға көмектесе алады екен. Осы дағды келесі мәселелерді қамтиды. Міне дағдылардың ішінде жоспарлау, бөлу, мақсат қоя білу, жұмсалған уақытты талдау отыру, мониторинг жүргізу, ұйымдастыра білу, тізімдер жасау және өз ісінің басым бағыттарын айқындап отыру. Міне тайм менеджмент туралы әртүрлі әдебиеттерде жазған осы бір теориялық материалға көзім түсіп сіздерге ұсынғым келді. Енді тағы бір дүние маған өзіме ерекше ұнаған нәрсе, Маккенет Еркебұлан деген өзіміздің отандасымыз жүйелі басқару атты кітабын жазған екен.
осы кітаптың авторы болып табылады. Соның ішінде мына бір формуланы ұсыныпты. Қазір қарап шығып, осы туралы бір-екі пікірлеріңізді білсек. Мына формуланы қалай сіздер сөйлеммен түсіндіріп берер едіңіздер? Әріптестер, белсенді болайық. Бүгін қатысушылық ережесін бекіткен болатынбыз. Кім сөйлейді екен? Жанат Таңатарқызы. Әріптестерден кім сөйлейтін сөз белгілеп отырсаңыз? Формула түсінікті ме сіздерге? Айгүл апай сөйлесеңіз, сіздің пікіріңізді тыңдағымыз келеді. Айгүл Қуанышұлына. Айгүл Қуанышқызы, барсыз ба? Әділжаныңыздар. Мен айтайыншы өзімнің ойымды. Жақсы. Осы формуланы сөйлетіп көріңізші. Бізге берілген мүмкіндік, қандай да бір мүмкіндік берілсе, сол мүмкіндікті мен енді алдыма жоспар қойсам да, сол жоспарды жүзеге асыруға менде мүмкіндік болуы керек біріншіден. Одан кейін мен табанды түрде жұмыс жасауым керек. Күш керек қой, табандылық керек. Және оны тұрақты түрде жасап отыру. Тұрақты түрде. Және оны жүйелі жасап отыру. Сол кезде нәтижеге жетеді дейді. Енді былай сөзді оқып беріп тұрмын ғой. Ал мен енді тайм менеджментті былай деп ойлаймын. Біз уақытымызды қалай басқара аламыз? Егер де уақытты басқару үшін негізі адамда 1 жылдық жоспар болуы керек. Өте жақсы. Және ол айларға бөлінуі керек. Мысалы, мына жүйелілік, тұрақтылық болу үшін ше, айларға бөліну керек. Және олар аптаға бөлініп тасталынуы керек жоспарлар. Мысалы, біз жалпы өзіміздің жұмысымызда, календарлық жұмыстарымыз сондай болады. Біз бірақ өзіміздің өмірімізді солай жоспарлай білуіміз керек. Аптаға және күнге, бір күндік жоспар, бір күніміздің өзі таңертеңнен кешке дейінгі уақытымызды егерде сағаттарға бөліп, сол кезде бір керемет нәтиже болады. Өте жақсы. Сіз төменнен жоғарыда айттыңыз, жоғарыдан төменде айттыңыз. Яғни жылдық жоспар деп келдіңіз де, одан айға түстіңіз, күнге түстіңіз, тіпті бір күнде сағат сайын жоспар. Яғни толығымен келісемін. Time management өзі ағылшынның сөзі, to manage бұл басқару деген, time уақытымыз. Өте жақсы, уақытты басқару. Енді мына формула сіздерге қаншалықты көмектесуі мүмкін алдағы уақытта осы формуланы өз тәжірибемізде, өзіміздің күнделікті күн тәртібімізде қолдануға болады ма? Ерболат Тұрсынтайұлы бір пікір бар екен, чатта, оқып жіберейін. Қуандықтың пікірі, нәтижеге жету үшін жоспарлы түрде жұмыс жасау керек. Кез келген қиындықты шеше білуге жігер керек деп ойлаймын. Уақытты тиімді пайдалану керек деген пікір жазыпты. Өте жақсы. Жақсы, Қуандық, рахмет сізге. Яғни, бұл жерде ең алдымен сіздің жаңа апайдың айтқан пікірмен толығымен келісемін, мүмкіндік болу керек деген. Әйтсе де, бізде кез келгенімізде қазір мүмкіндік бар. Бізге уақыт берілді. Қазір осы жер бетінде өмір сүріп жатырмыз. Таңымыз атып жатыр Алланың қалауымен, кешкісін күніміз батып жатыр дегендей. Бірақ бізде толық мүмкіндік бар. Осы мүмкіндікті қалай пайдалана аламыз? Ол үшін әрбір ісімізде табандылық болу керектігі, әрбір жасаған жұмысымызда тұрақтылық болуы, яғни оның ішіндегі пайдалыларын бәрін әрдайымда істерімізді сұрыптай отырып, тұрақтылықты байқауымыз керек. Және енді мына жүйелілік деген сөзді шамалы ашып көрсетсек. Жүйелілік деген сөз. Жаңа апайдың айтқан сөздерінің барлығы осы жерде бар, жүйелі түрде жүру. Яғни адам өзінің әрбір ісін, әрбір күнін, әрбір сағатын деп жатыр, тіпті әрбір ай, жылдағы жұмыстарын жоспарлау қажет. Ол нақты мақсаттарға сүйеніп жоспарлану қажет. Және осы жоспарлаған істердің ішінде басымдықтарды анықтау. Яғни, былайша ранжирование дейміз, көп жағдайда қай істерім, қай жұмыстарым менің шұғыл түрде бірінші орындалу керек. Маңызды жұмыстарым қайсысы, міне сол басымдықтарды анықтап алып, және енді осыдан орындалу уақытына қарай іріктеу болу керек. Басымдықтар анықтау. Және жіктеу болуы да қажет, өйткені қай жұмыстар қандай топтарға кіреді, осының барлығы. Және
жүйеліктің барлығы айналып келген кезде уақытты тиімді басқару. Бұл тізімді әрі қарай жалғастыра беруге болады. Міне көмекте қойып қойдым бұл жерде. Яғни бұның қатары әрі қарай жүйелікті толықтыратын сіздердің де қаншама пікірлеріңіз болуы мүмкін. Енді қазір біз сіздермен сәл-пәл топтық жұмысқа кірісек деп отырмыз. Ең алдымен қазір мен тағы да мынаны тоқтата тұрайын. Жанат Таңатарқызы, сізге мына сілтемені беріп қояйын қазір. Жақсы. Бірінші, әріптестер, топтық жұмысқа кірген кезде ережелерді жақсы ұстанайық. Сіздерге қазір топта жұмыс жасауға 7 минут уақыт беріледі. Барлық қатысушылар 4 топқа бөлінеді. 4 топқа, және әр топта да барлығында бір сұрақ. Өз уақытымызды қалай тиімді басқаруға болады, осыған идеялар айтуымыз қажет. Сондықтан, сол берілген уақытты мүмкіндігінше жақсы сақтануға тырысыңыздар, және топтық жұмыстың мына бір нұсқаулығы. Камераларыңызды, микрофондарыңызды міндетті түрде сессия бөлмелерінде қосуларыңызды сұраймыз. Ортасынан бір модератор тағайындалса дейміз, және ол модератор өзінің экранын ашып, жаңа сілтемені басып, сол жерде басқа қатысушыларға өзінің экранын көрсетіп отырса, және әрбір айтқан қатысушының идеяларын сол тақтаға түсіріп отырса. Және енді осы жұмыстың ішінде идеясын айтып отқан белсенді спикерді тағайындап, қазір сессия бөлмесінен шыққаннан кейін сол спикер өзінің тобының жұмысын жарнамаласа дейміз. Жақсы, мен енді демонстрацияны тоқтатамын. Сілтеме салынды чатқа. Салдым ғой. Салдыңыз ба? Мүмкін болса, қазір мен бөлмеге бөлем дегенше барлығыңыз сілтемені ашып алыңыздар, ашып тұрғанын байқап алыңыздар. Себебі сессия бөлмесіне кірген кезде сіздерде сілтеме жоқ болып кетуі мүмкін. 4 бөлме. Жақсы, қазір уақытты қойық. Және соңғы 7 минуттың бұлайынша жұмысқа 6 минут беріледі дейік, және соңғы қорытуға соңғы 60 секунд сіздерде көрініп тұрады. Сәттілік, әріптестер, біздің педагогикалық шеберлік орталығының қызметкерлері сіздерге көмектеседі. Мүмкіндік болса, белсенді болайық. Хабарлама бару керек сіздерге, экранның бетіне соны басып, бөлмелерге кірсеңіздер. Перизат Жанат кіріп жатыр, Айнұр апай кіріп жатыр. Әріптестер, уақытты ұтымды пайдаланайық. Әділжан кіріп кетті. Жанат апай, Арайлым, Нұрбол, Санду, сіздер кірмей тұрсыздар? Кіре алмай жатырмыз, сол ссылканы бастап басқа жақтан шығып жатырмыз. Ссылканы баспаңыз сіз. Не, зумды қайттан ашыңыз да, сода сізге команда келіп тұр. Зумды қайттан ашыңыз. Сессионный зал 4 деп тұр. Арайлым, Нұрбол. Кәнекей, сессия бөлмелеріне кірейік. Мәди ағай, Айгүл апай, Заур апай. 2 ссылка жібергенсіз қазір. Жақсы. Бірінші сессия бөлмесіне барып, пока ауызша талқылай беріңіздер, қазір ішіңізден біреуі сол нені ашады. Ерболат ағай, сәлеметсіз бе? Мен секционный залға кіріп жүресіз бе? Кім бұл? Перизат Тарханқызы. Иә. Қаяқта тұрсыз, қазір мен сіз... Бірінші секционный зал. Иә, болды. 3-ші залға жібердім. 3-ші залға, жақсы. Келді ма команда? Перизат кірді. 4-ші залдың қатысушылары жарайсыздар, 100% кіріпті. Так, Жанарды мен тағы бір залға жіберейін. Кірмей тұр. 1-ші залға жіберейін. 3-ші зал түгел кірді. Нұржан Бейсенбаев кірмей тұр. 1-ші залға жібердім. Заур 4-ші залға жіберейін.
Кенжебек құрдасым кірмей тұр екен. Ішке жіберейін. Нұржан Бейсенбаев әлі кірмей тұр. Екінші сауалға жібереміз. Ағай, мен 3-ші залда жалғыз өзім отырмын. 3-ші топта.
Жақсы, әріптестер. Жанат апай, сіздің неңіз демонстрацияңыз көрініп тұр, демонстрацияны тоқтата қойсаңыз. Жанат апай. Өте жақсы. Мен жұмыс жасай алмай қалдым, шығып кеттім. Сіздің экраныңыз бәріне көрініп тұр екен, компьютеріңіздің экраны көрініп тұр екен. Жақсы, біздің барлық қатысушыларымыз қайтып келді ма? Бірінші топ келді ма? Бірінші топ. У нас там работа не получилась, біз түсінбей қалдық. Біз бірінші Бірақ келдіңіздер ғой. Махаббат апай, сіз бірінші топта болдыңыз ба? Үшінші топқа да жаздық, бірінші топқа да жаздық. И в общем, жүйе болмай қалды бізде. Өте жақсы. Қазір көреміз енді. Жақсы, енді мен демонстрацияны көрейін. У нас выкидывало то в третий топ, то в первый топқа біз. Мен демонстрация жасайын, сіздердің жұмыстарыңыз қалай болып шығыпты көрейік. Менде тақта вообще ашылмады. Көрген жоқ, Жанат апай да вообще выключил оттуда, поэтому тоже. Жақсы. Қазір қандай жұмыс болыпты көрейік енді. Мынау қандай керемет мынау. Міне, бірінші топқа жазылыпты ғой, жазылыпты. Міне, көрініп тұр ма экран? Бірінші топ жаздық қой, ақылдасып жазып жатыр едік, уақыт тоқталды. Көрінді. Соңғы 1 минутта ғана жаздық, и то елі. Жақсы. Бірінші топ жаңа бізде, егер жаңылыспасам, Әділжан ба? Әділжан, сіз болдыңыз ғой? Мен. Сіздерден спикер мынаны кім таныстырады, айтып кетіңіздерші. Әділжан, сен айта берші енді. Таныстырам. Бірақ экран ашпай қойын, мен сыртта жүредім. Жоқ, экран, видеоны ашпай қойыңыз, жақсы. Міне бірінші топтың жұмысы. Тез уақытты үнемі пайдаланайық. Әділжан, көрініп тұр ма сізге экран? Көрініп тұр, экран көрініп тұр. Біз өзіміз жаңа топ болып барынша ақылдастық, бірақ уақытымыз сәл аз болып қалды. Оны біз дұрыс меңгере алмағандықтан үшінші топқа да кейбір пікірлерімізді жазып кеттік. Ең бірінші біз жоспар құру деп айттық. Біздің жоспарымыз нақты болу керек. Осыны үздіксіз жүйелі жұмыс істеу керек мақсатқа жету үшін. Ең бірінші өзіміздің ұнататын іспен айналысу керек. Сол кезде ісіміз өнімді болады дедік. Кез келген жұмысты қиын болса да кейінге қалдырмау керек. Бүгінгі ісімізді ертеңге қалдырмаймыз деп шештік. Тағы да ойлар бар еді. Уақытты жазыстанайық. Тек түсірген жазбаны ғана айтайық. Жақсы. Рахмет. Екінші топ. Мынау кім? Айнұр апай сөйлейді. Айнұр апай. Айнұр апай, қанекей. Айнұр апай, кәнекей микрофон сізде. Саламатсыздар ма? Жалпы біздің топта бұл ең бірінші адам уақытын тиімді қолдана білу үшін алдына белгілі бір мақсат қою керек та, сол мақсат бойынша бірінші жоспар жасалады. Сонан кейін ол жоспар жасалған кезде жоспардың әр жасайтын іс-әрекетіңізге белгілі бір уақытты бөліп қоясыз. Сонан кейін жоспар бойынша іс-әрекет жасаған кезіңізде жаңағы белгіленген өзіңіздің уақыт аралығында сол әрекетті жасап үлгеруге тырысыңыз, яғни уақыттың бағасын біліңіз деген сөз. Және бұл әрекеттердің бірі ретінде күнделік жүргізу деп біз ұсындық. Күнделік жүргізу дегеніміз күнделікті жасайтын іс-әрекетіңізді жазып қойып, соған қарап жүріп, жұмыс күннің аяғына дейін, мысалы, сол іс-әрекеттер қаншалықты орындалды, орындалмады, соған өзіңізге өзіңіз есеп беру. Өте жақсы. Жақсы. Айнұр Сауайымды мен үнемі өзім мақтанамын, себебі университетте 4 жыл өзіме сабақ берген апайым. Айнұр апай, сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Жақсы. Келесі үшінші топ. Үшінші топтікі ерекше болыпты. Бұл кісілер стикерден бөлек тақтаның да бос жерін пайдаланды. Үшінші топтан кім сөйлейді екен? Мына тақта кім жұмыс жасады, сол кісілер микрофонды ашып сөйлей берсе. Можно даже на русском. Саламатсыздар ма? Рұқсат па? Естіп тұр ма? Саламатсыздар ма? Жалпы біздің топтың мүшелері ойласа келе, жалпы мынадай бізде мынадай пікірлер болды. Жалпы өз уақытымызды біз тиімді пайдалануды, яғни басқаруды қалай басқарамыз? Жалпы ең бірінші кез келген адам, күнделікті қазір өзіне жоспар құрады. Алайда ол біздің құратын жоспарымыз смарт мақсат қоюдан басталу керек деп отырмыз. Себебі ол мақсатымыз біздің, яғни қол жетімді болу керек біріншіден, және де ол ықшамдалған,
және үшіншіден белгілі бір мерзімге сәйкес қойылған дұрыс деп ойлаймыз. Яғни өз-өзіне адамға рефлексия беру үшін және сол мерзімде ол орындап үлгерді ма, нені үлгермеді, әрі қарай рефлексия жасау үшін міндетті түрде ол мерзімге көзделіп жасалған дұрыс деп шешіп отырмыз. Одан кейін келесі бізде тағы төртінші ол құрған жоспарымыз біздің жүйелі болу керек, күнделікті, яғни нақты, мысалы, тұрақты болған дұрыс. Яғни сол жоспарды күнделікті тұрақты түрде, жүйелі түрде жасап отырса, адам өзіне өзі есептеуге де және сол уақытын тиімді пайдалануға да дағдыланады деген пікірлер бізде болды. Өте жақсы, Райхан апай, керемет өзіңіздің пікіріңізді. Енді төртінші топ тыңдайық. Опа, төртінші топ тіпті стрелкалармен қосып. Әр топтың жұмысы бірінен бірі ерекшеленіп отыр. Жақсы, кім сөйлейді екен? Мынандай керемет тақтаны қалай таныстырмасқа? Әріптестер. Төртінші топта болған Сәуле, кім сөйлейді? Әріптестер. Сәуле Серікбайқызы. Қанке, өзіңіз сөйлеңізші. Сәуле Серікбайқызы. Ерболат ағай, мен төртінші топта болған жоқ, мен бірінші топта болдым. Менде де микрофон шықпады. Сіз болған жоқсыз ба? Тағы төртінші топтағы әріптестер. Жаңа мен болдым, бірақ дегенмен де бір емес, бірнеше рет бізді шығарып жіберіп тұрды. Зумда. Жақсы, жалпы топтың әріптестері келсе келе, жалпы уақытты тиімді басқаруға қажетті ең бірінші нақты мерзімдерді қоюдан бастау керек. Сонымен қатар кез келген жұмыстың орындалу уақытына қарай бөліну қажет дедік. Әрбір жұмысты жұмысқа бағытталған нақты бір фокус болу қажет. Сонымен қатар осы анықталған мерзімдер мен мерзімдерге қоса, мынау жаңағы маңыздылығы бойынша, то есть приоритетные задачи дейді, яғни маңыздылығы бойынша іріктелуі қажет. Маңыздылығы және шұғыл орындалу керек, жаңағы матрица Эйзенхауэр дейміз ғой біз, соның негізінде іріктеліп алынған дұрыс. Сол іріктелуден кейін жақсы, дұрыс құрылған жоспар қажет. Сонымен қатар кейбір тапсырмаларды, жұмыстарды орындауда көшбасшылық арқылы міндеттерді бөліп алу, бұл да біздің уақытымызды тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Жақсы, Гаухар Арыстанбекқызы, рахмет. Негізгі идеясы осында. Сонымен қатар рефлексия, үнемі рефлексия жасап отыруды ұсынып отыр. Көріп тұрмыз, сіз енді барлығын қорытындылап, жалпылап айтып жатсыз, бірақ қалған әріптестер өзі экраннан көріп отыр деп ойлаймын. Енді әріптестер, мынау Jamboard тақтасында жұмыс жасау сіздерге ұнады ма? Ұнаса, плюс, ұнамаса, егер өзіңіз бұрыннан пайдаланып жүрсеңіз, минус қойыңыз. Ал бірінші рет пайдаланған кісілер болса, осыны бүгін өздері жұмыс жасап көргендер болса, плюс қойық. Жанат Таңатарқызы, сіз маған көмектессеңіз, Jamboard тақтасымен жұмыс жасап жатқандар бар ма екен, әлде енді көріп жатқандар бар ма екен? Жанат Таңатарқызы, барсыз ба? Айта беріңіз, мен... Бауыржан Қыдырбайұлы. Қай белгі көбірек? Плюс белгісі көбірек, минус белгісі біреу ғана бар екен. Қалған бәрі плюс қойған. Уже 13 хабарлама түсіпті. Демек, әріптестер, осы сілтемені өздеріңізге көшіріп алып, дәл осы тақтаның ішін тазартып, қайттан өз сабақтарыңызға қолдануға да болады. Егер мына Jamboard тақтасын, мына тақтаны өшіріп, ішіндегі тапсырмаларды өзіңіз қойып, мына сол жақ бағанда тұрған кнопкаларды басып, түрлі фотоларды әкелуге болады, түрлі формулаларды, кестелерді әкеліп, осы тақтаға оқушыларға тапсырма беруге болады. Сілтемені жібересіз, балдар орындап, сосын сіз өзіңізді отырып көре беруіңізге болады. Егер пайдалануыңызға жараса. Жақсы, енді әрі қарай жұмысымызды жалғастырайық. Бүгін топтық жұмыста өте белсенді болдыңыздар. Оған өзім қуаныштымын. Енді экран көрініп тұр ма, слайд көрінді ме? Көрінді. Жақсы, рахмет. Енді Алан Лакейн деген бұл кісінің де керемет осындай бір кітабы бар екен, «Искусство успевать» деген.
осы кітаптың аясында біздің тренерлердің тәжірибесінде қолданып жүрген Лакейн сұрағы деген тәсілмен бір сіздердің жұмыстарыңызды қорытындыласақ. Ол Лакейн сұрағы қандай жағдайларда қойылуы мүмкін дейді. Бүгін сіздер жаңа айтып кеттіңіздер өздеріңіз түрлі версияларды. Егер өз жұмысыңызда қандай да бір іспен айналысатын кейбір адамдар немесе телефон жұмысыңызды бөліп жіберіп жатса, өзіңізге Лакейн сұрағын қойыңыз. Жұмыстан басқа нәрсеге алаңдау көп болып кеткен кезде Лакейн сұрағын қоюға болады дейді. Өз уақытыңызды тиімсіз пайдаланғаныңызды сезініп жатсаңыз, жаңағы ағаш кесуші, орманшы секілді, Лакейн сұрағын қойып көріңіз. Жұмыс ұзаққа созылып кетсе, Лакейн сұрағы. Екі жұмыстың біреуін таңдау керек болған жағдайда, шаршаған кезде, және бір тапсырмадан екінші тапсырмаға ауысып, жұмысқа деген ынтаңыз, құлқыңыз әлде де төмен болып тұрған кезде Лакейн сұрағын қойыңыз. Сонда бәрімізге ойландыратын Лакейн сұрағы қандай деген. Мына сұрақ екен. Алан Лакейн өзінің «Искусство успевать» деген еңбегінің ішінде бір ғана сұрақтың аясына бүкіл жұмысты енгізген екен. Дәл сол сәтте мен өз уақытымды қалай мейлінше тиімді басқаруыма болады деп өзіңіз шешімін табуға болады дейді. Сондықтан жаңағы ара кесіп жатқан орманшы секілді, мүмкін ісіміз өнбей жатса, мүмкін біздің жұмысымызға біреу кедергі келіп жатса, тоқтата тұрыңыз жұмысты. Және осы сұрақты қойыңыз. Дәл осы сәтте мен өз уақытымды қалай тиімді басқаруыма болады деген сұрақты қойып, шешімі сол жерде өзіңізге таныс болады деп ойлаймын. Енді бүгін осы вебинар барысында сіздерге вебинардың міндеттерін айтқан болатынбыз, сонда тайм-менеджменттің құралдарымен де сіздерді таныстырсақ деген. Бірнеше әдістерді айтып кетсек, бұл 3-30 минут ережесі. 3 минуттан артық уақыт алмайтын барлық жұмыстардың тізбесін біліп алыңыз, өзіңіз жұмыстардың тізбесін жасаңыз. 30 минуттан аз уақыт алатын жұмыстар деп топтастырыңыз, және 30 минуттан көп уақыт қажет ететін жұмыстар деп. Егер жұмыстарыңызды өстіп сұрыптасаңыз да, ол сіздің жұмысыңыздың табысты өнімді болатындығына ықпал етеді дейді. Келесі, таңғы асқа бақаны жеу. Сесть лягушку дейді, бұл әдіс бәріңізге таныс болуы мүмкін. Әйтсе де, біздің күнделікті өзіміздің күн тәртібімізде, жұмыс режимімізде өзіміз қаламайтын, бірақ орындалуы тиісті майда шүйда жұмыстар болады. Ұсақ жұмыстар бар. Яғни, ол жұмыстарды өзіңіз құлқыңыз болмай, қызығушылығыңыз болмай, кейінге қалдыра берсеңіз, ол ертеңгі күні сізге үлкен кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан, мүмкіндігінше қаламай тұрсаңыз да, сіздің қызығушылығыңызды оятпай тұрса да, бірақ орындалуы міндетті жұмыстарды аздап-аздап бақа құсап жеп қою қажет дейді. Өзі неге бақа деген сөз? Бақаны жеу адамға жағымды ма? Байқап отырсаңыздар, жағымсыз әрине. Сондықтан, бірақ орындалуы қажет жұмыстар. Бұл да бір әдістердің, құралдардың бірі екен. Пілді шағын бөлшектерге бөліп жеу. Бағана біздің әріптесіміз апайымыз айтып кетті, жылдық жоспарыңыз сіздің нақты болса деп. Яғни, кейде жылға, айға, бірнеше аптаға жоспарланған жұмыстар болуы мүмкін. Бірақ соларға қарап отырсақ, кейде бастап кету, немесе жалғастырып кетуге қиналамыз. Сондықтан мүмкіндігінше сол ауқымды жұмыстарды бірнеше бөлшекке бөліп қойған дұрыс. Сондықтан оларды күнделікті немесе апта сайын мына жұмысты бітірем, келесі аптада мына жұмысты бітірем деп бөлшектеп қойсақ, әлдеқайда нәтижесі үлкендеу болатындығы. Қызанақ немесе таймер әдісі. Бұны помидор емес, бірақ помодор деп айтады бұл әдісті. Бұл әдісті итальяндық студент Франческо Чирилла деген жап-жас жігіт ойлап тауыпты. Ол осы әдісті помодор әдісі деп атаған, және помодорға ұқсайтын таймер сатып алып, өзі емтиханға дайындалған кезде 25-30 минутқа таймер қойып қояды екен. Және сол осы уақыт ішінде лекцияны барлығын тоқтамастан сырылдатып оқып шығады. Уақыт таймер шырылдаған кезде жұмысты қояды, 5 минут өзіне демалыс жариялайды. Яғни ойын басқа жаққа аударып, басқа іспен шұғылданады. 5 минут бітті ме, қайтадан келіп, жаңағы жұмысын әрі қарай жалғастырады. 25-30 минут белсенді жұмыс, басқа нәрсеге алаңдамай, таймер шырылдаған кезде тоқтату. Себебі бұл әдістің тиімділігіне ғалымдар бұны зерттей келе, осы тайм-менеджмент саласындағы зерттеушілер. Әрбір адамның белгілі бір іспен шұғылданған кезде жұмыс белсенділігі 25-30 минутқа ғана жарамды екен. Сондықтан бұл өзі зерттеулермен дәлелденген екен. 25-30 минуттан кейін адамның белсенділігі әлдеқайда төмендейді.
Сондықтан әрбір іспен айналысқан кезде арасында 5 минуттық үзіліс болғаны жөн екен. Тағы бір әдіс, бұл маймылды ілу деген әдіс. Мен сіздерге сосын жаңа таң тарғысы арқылы осы вебинардың ресурстарын беремін. Кейде бір жұмыспен шұғылданып жатқан кезде сізді жұмыстан алаңдататын кісілер бар. Келіп өзінің проблемасын, өзінің жұмысын, өзінің басындағы қандай да бір жағдайларды сіздің қасыңызда отырып әңгімелей бастайды. Әңгімеге сонша еліккен сонша, тіпті бір қарасаңыз, соның проблемасын өзіңіз мойныңызға іліп алғаныңызды байқамайсыз. Бұндайды маймылды ілу дейді. Кейде біреудің өзіңнің жұмысын екінші планға бағытқа кетіп, біреудің жұмысын, біреудің проблемасы өзіңнің мойныңа қалай ілініп қойғанын байқамайды екенсіз. Сондықтан бұндай кезде де абай болу керек мүмкін. Кейбір кісілер өз уақытын үнемдеп, сіздің уақытқа кедергі жасау үшін өз маймылдарын сізге мойныңызға іліп қоюы да мүмкін. Енді бір сұрақ. Сабақ басталғалы неше рет назарыңыз басқа жаққа бөлінді? Чатқа тек сан жазсаңыздар. Осы вебинар басталғалы басқа жаққа назарыңызды неше рет бұрдыңыздар? Жақсы. Бауыржан Қыдырбайұлы, сіз көмектесерсіз деп ойлаймын. Абажан, Әділжан 3 рет назарын басқа жаққа аударыпты. Сәуле 2 рет, 3 рет, 1 рет деген, Жанат 2 рет, Перизат 1 рет, Жанат Түреханова 3 рет, Өксікбаева Гүлжанова 2 рет басқа жаққа, Мөлдір 1 рет, 3 рет. Рахмет, Бауыржан Қыдырбайұлы. 7 рет ауыстырыпты Жасылан. Жасылан әріптесіміз. Әрине, кей кезде тақырыптың өзіңізге қызық болмауы, немесе тақырыпқа сондай бір ынтаңыз болмауының өзі де сіздің назарыңызды аударуы мүмкін. Немесе бағана өзіміз айтқандай, помодор әдісіндегідей. Вебинарға уақытты бөлген кезде мүмкін басқа нәрсенің барлығын естіп қоюымыз қажет шығар. Ол орынды 7 рет емес, мейлі 10 рет басқа жаққа назарымыз аууы мүмкін. Өйткені қазір ақпарат легі де көп, міндеттемелер де көп. Бірақ мүмкіндігінше өз уақытыңыздың басқаруда табысты болу үшін әрине кейбір өзіңізге қағидаттарды ұстанып алғаныңыз жөн. Бізге енді уақытымызды, назарымызды басқа жаққа аударуға міне уақыт тежегіштер немесе уақыт жайпауыштар. Орыс тілінде пожиратели времени дейді. Бұлар әрине міндетті түрде бізге кедергі келтіретіндер. Олардың ішінде мақсатсыз бір қандай да іспен айналысып жатсаңыз, уақыт тежегіштер сізге не болады, кері әсерін тигізеді. Жоспардың нақты бағана сіздер айтқандай смарт мақсатқа сәйкес болмай, бір дұрыс құрылмауы, міндеттемелердің шектен тыс көп болуы, жоспарланбаған үзілістер. Кей кезде сіз өзіңіздің уақыттарыңыздың бәрін жұмыстарыңыз жоспарлаған кезде арасында бір ойланбаған үзілістер болады. Және демалыссыз жұмыс кезінде де жұмыстың өнімділігі әлдеқайда төмендейді. Бұл уақытты жайпауыштарды жеңу мақсатында Паретто қағидаты 20-80% деген. Міне осы қағидатты өзіңізге жақсылап ұстанған дұрыс. Менің жұмысымның өнімділігі, менің әрекетімнің қандай пайызына сәйкес келеді. Паретто қағидаты бәрімізге таныс шығар деп ойлаймын. Тағы бір дүние бүгін құралдардың ішінде прокрастинация деген ұғыммен таныс болсақ, бұл әрине термин бір ерекше аталумен, бірақ бұл сіздің және біздің барлығымыздың өмірімізде бар жағдай. Прокрастинация істі кейінге қалдыру әдеті. Шаруаны тақалғанда тындыру көпшілігімізге тән. Ол студент кезде бәрімізде болды. Мысалға, курстық жұмыс, дипломдық жұмыстар жазу кезінде, ал 2 аптадан кейін курсовой басталады деген кезде, сол 2 апта жазамыз. На самом деле бізге 9 ай уақыт берілетін оған. Жұмыс тақалған кезде орындайтын. Енді соның кесірінен жұмыс өнімділігі мен денсаулығымызға нұқсан келеді. Бұл прокрастинация дегеніміз не? Бұның ауқымының үлкен болып кетуіне де. Кейде бір жұмысты бастау қажет, бірақ соны бастай алмай, қолымыз бармай отырады. Бір кәмпит жеп алайыншы, бір кесе шай ішіп алайыншы, сосын бастайыншы. Немесе бір телефон шалып алайын, содан кейін барып, немесе сыртқа барып таза ауа жұтып келейінші деген. Міне, осыны прокрастинация дейді. Яғни өзіңізде сол орындалуы тиіс жұмысқа сіздің әлдеқайда ынтаңыздың болмауы, бірден бастап кете алмауыңыз. Бұның да бұл өте қауіпті. Сондықтан қазіргі таңда былайынша вирус деп айтамыз, бүкіл адамзат арасында таралып кеткен. Бұның болдырмау немесе пайыздық үлесінің төмен болуы сіздің күнделікті күн тәртібіне қойған жұмыстарыңыздың жоспарлы, мақсатты түрде құрылуына байланысты екен.
Бұл айтылған құралдар жөнінде сіздерге мен қазір соңында бонус беремін. Сол бонустың ішінде егжей-тегжейлі оқып алуларыңызға болады. Енді бүгін тайм-менеджмент бойынша пайдалы қандай кеңестер бар? Сіздерге айтатын. Өткен күнді зерделеу арқылы тайминг әлсіздіктерін айқындау дейді. Яғни өзіңіздің рефлексия жасау деп бағана Гаухар Аршынбекқызының тобында жақсы айтылып кетті. Сол рефлексия барысында өзімізде қандай әлсіз тұстар бар уақытты басқару бойынша. Соны айқындап алсақ. Қажет емес чаттар мен каналдардан бас тарту. Мен Жасұланға жаңа 7 рет дегеніне келсем, себебі бізде міндеттемелер көп, бірнеше чат пен бірнеше каналдарда отырғандықтан ол еріксіз назарымыз басқа жаққа аударылуы мүмкін. Сондықтан кейде осыдан да бас тарту қажет шығар, уақытты қойып. Ертеңгісінің тізімін жасау, бұл бүгінгі вебинар барысында бәріңіз айттыңыздар. Ұйқыдан 1 сағат бұрын офлайн режим сақтау. Міне осы қазір бізде жастардың арасында, үлкендер арасында, жалпы адамзат қауымның арасында үлкен дертке айналып десек болады. Тәулігіне 24 сағат болса, соның 20 сағаты тіпті онлайн режимде отыратын жағдайларымыз. Сондықтан ұйықтар алдында мидың белсенділігінің ертеңгі жоғары болу үшін офлайн режимді сақтау қажет екен. Уақытты тиімді пайдалану құралдары, бүгін айтып кеткен, соларды пайдаланып көрсеңіздер, бақаны жеу, помодор әдісі, немесе басқа да. Және жұмысқа арналған плейлист жасап алу, тізімдер жасап алу. Бұл Назарбаев зияткерлік мектебінің қызметкерлерінде бірталайында көрдім. Үнемі стикермен жазып қоятын өздерінің жұмыстарын. Және күнтізбе жүргізіп отыру. Бұл енді кеңестер мүмкін біреулеріңізге пайдалы болуы мүмкін. Енді сізге арналған бонустарымыз бүгінгі қарап отырсақ, бұл сілтемелердің барлығын мен сіздерге саламыз. Мына жерде Брайан Трейсидің результативный тайм-менеджмент деген кітабын оқуларыңызға болады. Өте ішінде өздеріңіздің уақытты басқаруға қатысты. Работай меньше, успевай больше Паретто қағидатына берілген, негізделген Керри Глисонның керемет еңбегі бар. Және Николай Мрачковский мен Алексей Толкачевтың именно экстремальный тайм-менеджмент деген еңбегі де өте сізге пайдалы болуы мүмкін. Енді кітаптың әрине көп, бірақ осы кітап оқуға байланысты да бір ұсыныс айтып кетсем. Қандай кітаптарды оқу керек? Қажетті кітапты оқыңыз дейді, оны сұрыптай біліңіз. Мүмкін мен берген кітаптар сізге бұл бағытта қажет емес болуы мүмкін, сондықтан оқымай қоюға да болады. Қажет емес нәрсені тастауды үйреніңіз. Оқу тізімін жасап алыңыз. Үнемі кітапты ашқан кезде бірінші мазмұнға қараңыз. Мазмұнның ішінде не айтылады? Кітаптың атауы керемет болғанмен, мазмұн атауымен сәйкес келмеуі мүмкін. Ұсыныстарды көріңіз. Және кейде мазмұны да, атауы да, басқасы барлығы сәйкес келген кезде, осы кітап маған қажет десеңіз, оның ішінде сұрыптап оқуға. Бәрін оқымаңыз, ең бастысын оқып алыңыз дейді. Жақсы кітаптарды ғана оқып, және тәжірибеде қолдануға тиімділерін сұрыптай біліңіз. Мен сілтемені жіберемін, осы бойынша соның ішінен өздеріңізге пайдалы тағы да кеңестерді оқып алуға болады. Әріптестер, бүгін енді тайм-менеджментті жақсы ұстау үшін, осы жерде кері байланыс сіздерден алғым келеді. Микрофонды, камераны баршаңыз қосып, бүгін сіз үшін осы 50 минут, енді сәл асып кетуіміз мүмкін, 50 минут уақыт қаншалықты тиімді болды, екі әріптестің пікірін тыңдасақ. Әріптестер, мені естіп тұрмыз ба? Микрофондарыңызды, камераларыңызды мүмкіндік болса, қосуға тырыссаңыздар. Жақсы. Жасұлан, қош келдіңіз. Жақсы, бір-екі пікір айтып кетсек. Бүгінгі 50 минутта сіз үшін қаншалықты тиімді болды? Осы 50 минуттық уақыт сіздермен кездесуіміз. 54 минут екен енді. Ұйымдастыру шараларымен деген күннің өзінде. Ерболат, мен айтып кетейінші. Серікбай сөйле. Мен үшін ең маңызды 3 нәрсе болды. Ол бірінші жаңағы әдебиеттер тізімі. Оны мен өзіме суретке түсіріп алдым, негізі оқуға жоспарлап отырмын. Және екіншісі прокрастинация деген, оны осыны зерттеуім келіп отыр осы тақырыпта. Қалай жаңағыдай бұны жеңуге болады деген тақырыпта, деген мақсатта. Және Лакейн сұрағы мен үшін жаңа болып табылды. Өте жақсы. Алан Лакейн сұрағы. Жақсы, рахмет. Жасұлан, сіздің де даусыңызды көптен бері естіген жоқпыз. Пікіріңізді айтып кетсеңіз. Микрофонды қоссаңыз.
Жасұлан, микрофоныңыз қосылмай тұр. Енді 7 рет алаңдат дегенге ренжімеңіздер, тағы да сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бәрі керемет, жақсы. Осындай маңызды семинарлар болып тұрған әрине жақсы. Енді барлық әріптестерге табандылық тілеймін. Өйткені барлық нәрсені осындай оқимыз да, бірақ орындау үшін табандылық жетпей жатады ғой кейде. Барлықтарыңызға сәттілік, рахмет айтам. Семинар өте пайдалы болды деп ойлаймын. Енді сілтемелерді жаңа көрмей қалдым, қайта жіберсеңіз. Жіберем. Сіздермен байланысты педагогикалық шеберлік орталығының әдіскері Жанат Таңатарқызы бар. Жанат Таңатарқызына бүкіл презентацияны және әдебиеттер тізімін және сілтемелерін барлығын салам, сіздердің чаттарыңызға түседі. Жақсы. Жасұланның пікіріне байланысты айтып кеткім келеді. Бұл корпоративтік оқу бүгін ғана басталған жоқ. Педагогикалық шеберлік орталығы уже 2019 жылдың аяғынан бастап. Уже сіздермен бұл бізде уже 4-5 кездесу болу керек. Сондықтан бірнеше сериялы оқу екенін айтып кеткім келеді, және бұдан кейін де жалғасын табады. Жібек Сатыбалдықызы, Гүлнар Таңырбергенқызы, Жайнагүл Зөрханқызы сіздермен осы алдында осы сабақтарды жүргізген болатын. Слава, Владислав. Владислав, барсыз ба? Беп-беп. Дене тәрбиесі үшін бізге тайм-менеджмент қажет бекен бір-екі пікірлерін тыңдасақ. Жанат апай, жаңа видеоңызды қостыңыз да, қайтқан кетіп қалдыңыз. Абылайхан отыр екен, Нұрбол отыр екен. Пікірлеріңізді білсек, бір пікір тыңдасақ немізді. Айгүл, сіздер сөйлейм дегенше, Айгүл Қуанышымның чатқа жазыпты. Управление временем важны планирование, распределение, постановка целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организацию, составление списков и расстановка приоритетов. Часто задавалась вопросом, а сегодня узнала автора Лакейн. Алан Лакейн. Өте жақсы. Айгүл Қуанышымна, сізге үлкен рахмет. Жақсы, әріптестер. Енді ең соңында, егер пікірлерімізді мүмкін кейінде біле жатармыз, біз Жанат Таңатарқызымен келісіп, сіздерден кері байланыс алу үшін сілтемені қосымша сіздердің чаттарыңызға саламыз, және сол арқылы кері байланыстарыңызды сол жерде берсеңіздер болады. Қазір мен сіздерге бір ғана дүниені айтып кеткім келеді. Осы бүгінгі өткен сабағымызды бір ғана сөйлеммен аяқтасақ. Мына Кеннедидің мына бір керемет сөзі: егер өз уақытыңды өзің бағалай алмасаң, оны өзгелер бағалайды деп күтпе. Если не знаешь цену своему времени, не ожидай, что его будут ценить другие. Бұл пікір енді бүгінгі біздің жалпы 25 сағат немесе тайм-менеджмент деген осы бір корпоративті оқуымыздың бір нүктесін қойды деп ойлаймын. Жақсы әріптестер, баршаңызға бүгін белсенді қатысқандарыңыз үшін, сессия бөлмелерінде өте белсенді жұмыс жасағандықтарыңыз үшін, пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін, чаттағы белсенділіктеріңіз үшін үлкен рахмет айтамын. Келесі корпоративті оқуда кездесеміз деп ойлаймыз. Өте маңызды, өте қызық. Көп ақпарат алдық, особенно литература. Начиная от Лакейна и заканчивая другими авторами. Махаббат апай, рахмет. Жақсы, Жанат апай, сіздерге бәріңізге рахмет. Жақсы, сілтемелерді күте беріңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, әріптестер. Амандықта кездескенше. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.